Сәлем достар, жылдың ең қызықты, ең үздік, ең жобаларының бірі Жұбанов Ару 2020. Дайындықта болған қыздардың қызықтары мен шұжықтарын, оқиғаларын бізбен бірге білгілеріңіз келсе, кеттік! Сәлем Жұлдыз, дайындық кезінде болып жатқан қиындықтармен бөлісіп өтсең? Дайындық кезінде болып жатқан қиындықтар дегенде, ондай аса қатты қиындық бар деп айта алмаймын. Себебі бізге тек қана осы өмірде өзімізді Жұбанов аруына сай ұстап жүру тек талап етілетін заттар. Және де шамалы артық салмағы бар қыздарға өздерін тамақтан шегеру сондай талаптар қойылып жатыр. Бірақ біздің қыздар өте мықты, бұл қиындықтардың барлығымен орындап жатыр. Мадина, привет! У тебя было ли такое, что ты хотела покинуть этот конкурс? С первой секунды прихода на кастинг я понимала, куда и к чему я иду. Поэтому такой мысли у меня еще не было. И я уверена на свой успех. Тебе удачи. Спасибо. Қайырлы күн, Жұлдыз, көңіл-күйің қалай? Сәлем, өте керемет. Жұлдыз, саған сұрақ. Сенің осы байқауға қатысудағы мақсатың қандай? Байқауға қатысудағы ең басты мақсатым ол ақылым мен көркімді сынға салып, Жұбановтың бетке ұстар ару атану. Жұлдыз, онда саған сәттілік. Рахмет. Мөлдір, сәлем. Қалай ойлайсың? Жұбанов аруының бойында қандай қасиеттер болу керек? Жұбанов аруының бойында қазақтың тезінатян қасиеттер болу керек. Және де менің ойымша олар пысықтылық, жан-жақтылық, сынға деген төзімділік, батылдылық. Мысалы біз сахнаға шыққанда бізге батылдылық керек. Және де әрине қылықтылық керек. Қызда қылық болмаса қош жайда не пайда дейсің ғой. Саған сәттілік. Рахмет көп.